Ассалаумалейкум. Міне сүзбе мен манный кашаны араластырдық. Комбикормнан бөлек арасында осыны береміз. Енді сүзбе деген кальций дейді. Сүйектері мықты болады дейді сүзбе берсең. Ал манный кашаның пайдасын өздеріңіз білесіздер. Арасында осылай аптасына 1-2 күн сүзбе мен манный каша берем балапандарға. Бұл деген жеміне кішкене разнообразие болады да. Мына каретаға салып қоямын, сол жерден керегінше өздері алып жейді. Міне осылай салдым каретаға. Қазір мына жерге қоямыз. Қалай жейтінін көресіздер. Бір шығып бастайды қазір. Содан талас басталады. Міне кетті. Еще жүгерінің майдаланған жүгері қостым оған. Манный каша қостым, майдаланған жүгері қостым. Міне қазір қараңыздар, жеп бастады. Қазір таласады бәрі. Міне. Өз тауықтың бойына туа біткен қасиеті жемді алып қашу ғой. Осылай жемді алып қашқанын жақсы көре ма бір нәрсе. Қыстырып алады, аузынан жүгіреді, сосын бірін-бір қуалайды осылай. Ол осы балапан кезінен қалыптасады екен сондай нәрсе. Аны негізі жерге шашып бере салған дұрыс болады. Өйткені мына жерден біреулер жей алмай жатыр. Міне осылай алып алдым. Қазір әр жерге шашып тастаймыз. Осылай. Түк қалдырмай жеп қояды. Осылай шашамыз мына жаққа. Бұрыш-бұрышта қашып жей алмай жүргендер содан теріп жейді. Осылай шашамыз. Кеше ма шашқам тоже. Уайымдағам ана боғымен несімен араласып кете ма деп, жоқ, түк қалдырмай жеп қояды. Сосын боққа араласып кетті дейтін кісілер бар, комментария жазады екен, боққа араласып кетті деп. Негізі оны ақырындап сондай иммунитет құрастырылған дұрыс бұларда. Өйткені ертең көкке шыққанда кішкене өздеріне плюс болады. Даже мынау құрық тауық бар ғой, балапан шығарған кезде ақырындап өздерінің тезектерін жеп үйретеді екен балапандарға. Өйткені организмді соған қарай үйретеді ғой үшін. Бұл кәдімгі табиғи құбылыс. Табиғатынан сондай болады екен. Так что жерге де шашқанның бір пайдасы бар. Бүгін күн жылы. Мен кеше қатты 25-26 градус аязда дополнительно керамическийнен қосып жүргем. Бүгін өшір тұстадым, соны өзде мәнші 10-15 градус ұстап тұрып кірген. Жаңа осы сүзбеден үйдегі балапандарға да шашып кеттім, оларды ақырында үйреніп жатыр жеп. В общем, осылай міне таласып, тармасып, қазір жоқ тауысып жеп қояды бәрін. Жемдері бар постоянно, керегінше жейді бар, қарнашқандар өз бәрі білет, жемнің қай жерде, судың қай жерде екен. Осылай ақырындап үйретіп жатырмыз. Былтыр мен балапан шығарып алып, оған орын болмай солай қиналғам. Биыл Аллаға шүкір осылай дайындап алдым. Енді ертең мына үйде тұрған
кішкентай балапандар тағы 2-3 апта болса, оларды да тоже осылай ауыстырам астыңғы жағына осы жерге. Сосын мына жерден тоже 2 этаждық осындай ұяшық істеймін балапандарға. Даже бүкіл осы жердің бәрі солай болатын шығар, скорее всего. Мына жерде ертең күрік тауық балапан шығарса, тоже өзгертіп бір 2 этаждық тоже өзгертіп жүретін шығар ол жерді. Өйткені менде алдағы уақытта келесі инкубацияда Австралорд деген балапанның жұмыртқасына заказ беріп қойдым. 10 жұмыртқаға. Олар шықса, оларды отдельно қою керек. Сосын өзімде мына брамалардың жұмыртқасын жинап жатырмын, тоже салам. Олар шықса, оларды да отдельно қоям. Сол себептен осындай брудерден маған көп керек болады. Енді мына жерге мысалға осылай 2 этаждық не істесем, брудер істесем, мысалға 10 балапаннан қоюға болады смело. Ал біраз өскенше. Сол сияқты мына жерден істеймін. Мына жерден істеп қалуым мүмкін. Лайнан тоже. В общем, мына жер деген балапандардың зонасы болады ғой. Енді мына жаққа істемейді шығар, скорее всего. Мына жерге точно істеймін. Енді мына жерге точно істеймін. Тоже 2 этаж или 3 этаждық істеймін мына жерге. Биіктігі қатты төмен болып кетпейтін болса, 3 этаждық жерім даже. Өйткені маған көбірек орындар керек. Өйткені ертең балапандардың қораздарын бөлем, мекендерін бөлем, бір жаққа сол кездері орын көп керек болады. В общем, балапандардың жерге түсіргенше қораздардың бәрін алып тастаймын ғой мен. Өзіме керегін ғана алып қалам ішіндегі. Жақсыларын бәрін таңдап. Атак. Биыл қораздарды бақпаймын деп шештім. Ертерек жіберетін жеріне жіберіп тастаймын. Мынау мекен көздерін бояп алған. Мына біреусі мекен, мына. Мынау қораз бізде. Парковскийдан қораз көп шықты. Көбісі қораз екен. Олардың бәрін тоже алып тастаймын. Өйткені оларда резон жоқ маған ұстағанға. Оларды ұстайсың, бағасың, өсіресің, жеткізесің. Бірақ өзін өзі ақтамайды. Сойып жейін деген кісілер болса, сондай кісілерге арзан бағада сатып жіберем. Сосын өткендегі ақсақ балапан өліп қалды. Таптап тастады үстінен балапандар. Ол жалпы негізі дұрыс болмайтынын білгенмін. Просто нормально болып кетсе жүре берсін деп ойлағанмын, бірақ сол дұрыс болмай үстінен таптап тастапты. Міне жердегі сүзбені почти тауысып қойыпты. Шашқан сүзбенің бәрін. Мынаның ішіндегін жеп тауысады. Арасында міне домашний тауықтардың жұмыртқалары бар. Тоже шықты. Қайсысы мекен, қайсысы қораз екендерін білмеймін, оларды тоже бөліп тастаймын ғой. Жалпы бүгінгі қысық осы. Бүгін полныйден дем алдым. Сол балапандарға қарадым. Тауықтардың жұмыртқасын жинадым. Кешегі алып келген балапандардың пропойкасын бердім. Осындай сүзбе алып келдім, қолдың сүзбесін. Үшін солай жағдайын жасап жатырмыз.
Тек далада боран. Жылдағы әдеті көктемнің кезінде осындай бір боран соғады. Марттың кезінде. Осыдан кейін ауа жаса кішкене күн жылайтын шығар. Так, бізде Брама бір жұмыртқа туыпты. Міне Браманың жұмыртқасы. Тоже жинап жатырмын. Екеу ма, үшеу ма болды жұмыртқасы. Мынау қолдың жұмыртқасы. Домашний тауықтың, то есть. Бұл жақта бізде болашақ мамаша жатыр. Бағана аплоттарын қарағам, бір-екі жұмыртқаның нормально жетіліп келе жатқан сияқты. Енді бұдан шыққан балапандар по-любому натуральный болады ғой. Мықты болып шығады. Қораздар шықса, осыдан алып қалам қораздарды. Айтқандай Браманың бір жұмыртқасы жатыр бұның астында. Тоже көреміз, аплот қалай. Оны қараған жоқпын, бірақ аплот қалай болып тұрған. Ертең шықса көреміз, алла жазса. Жемі бар, су бар, арасында жем жеп су ішеді екен. Так, бұл жер жып-жылы. Бір кісі жазып қойды, лампочканы өшіре сал деп. Тұрып кетеді, іші ысып кетсе деп. Мына жер ысып кететіндей емес. Салқын ғой. Онда қатты ысымайды, оның мына жерде сеткалар тұр. Түнде бір мезгіл өшіруге болады, енді қазір күн жылы, кішкене далада боран соғып тұрғасын. Температура жылып кетеді. Сол себептен қазір өшіріп кететін шығармын. Скорее всего, бір мезгіл демалу керек өткен олда. Енді бірінші рет басып тұр, балапан қалай шығаратынын көреміз. Тұрмай жатыр енді. Бұлай серьезно кіріскен сияқты өзі. Жалпы ағайындар осы. Бүгінгі бізде Брама қораз. Бұл да жеке шығып мына жаққа өзінің қораз екенін сезініп. Балапандардың астына төсейім деп алып кеп қойған болса, оның үстіне жатып алады, и соның үстіне туады мынау ақ. Ақ пен сарыдан қандай Брама шығатынын көреміз енді. Араласып кетеді енді. Қораз табам деп ойлаған ба. Бірақ оған орын дайындау керек, қораз табу үшін. Менде орын жоқ, сол себептен. Осылай бәрі бірге жүреді. Пока бірақ жұмыртқа туып тұр, осы ақ тауық қана жатып жүр, қалғандары туа қойған жоқ. Так бәрі бірге шыққан негізі. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.